Сәукеле бұл жай ғана бас киім емес, шіркін. Оның маңызын әр адам түсіне ме екен? Атам қазақ отауында қыз туса, ақ кимешек киген анасы сәбиіне балалық кезінен бастап асыл тастар мен алтын күміс, інжу маржандар жинай бастаған. Ол жинағанын көздің қарашығындай сақтап, қызы бой жеткенде сәукелесіне қолданған. Сәукеле бұл жай ғана бас киім емес. Бұл қазақ қызының бой жетіп, болашақ ана, асыл жар болуға қадам басқан сәтінің белгісі. Бұл қасиетті босағаға тағзым, елге келін болып енудің биік рәсімі. Сәукеле киген қыз тек сұлу ғана емес. Ол тәрбиенің, тектіліктің, тағылымның иесі. Сәукеленің биік төбесі, арманның биігі. Моншақ пен үкісі, тазалық пен үміттің белгісі. Бұл ата-ананың ақ батасы, ұлттың аманаты, қазақ әйелінің киелі бейнесі. Сәукеле ұмытуға болмайтын мұра. Ол әр қазақтың жүрегінде ұлттық мақтаныш пен нәзік сағыныш сезімін оятады. Ол ұлттың үні, ұрпақтың үміті. Сәукеле бұл жай ғана бас киім емес.